Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет, балғын, биік болып шығатын пай тортын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен өзімізге керек санымызды жазып аламыз. Менікі А4 форматтағы парақ. Қажетті заттарға шоколад, ұн, 4 жұмыртқа, какао ұнтағы, май және қопсытқыш қажет болады. Шоколадымыз бен майымызды араластырып, водяной ваннада ертіп алатын боламын. Шоколадым мен майым ерігенше қантым мен жұмыртқамды араластыра беремін. Арасында шоколадты қозғап тұру қажет. Міне құрғақ заттарды бір-бірімен араластырып алатын боламын. Шоколадым толық еріп шықты. Шоколадты сәл суығанша күте тұрамыз. Өйткені ыстықтай құйса, жұмыртқамыз пісіп қалады. Енді ұнымызды салып отырып қозғап тұрамыз. Менде осындай теста шықты. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес. Әдемі болып шықты. Формамызға жаңағы кесіп алған 6 санын сызып шықтым, маған жаюға оңай болсын деп. Менде сызып алған формама тестамды жайып шықтым. (200-220 градуста ысып тұрған пешке салып пісіріп аламын. Менде осындай корждан 4 штук шықты. Коржымызды ыстықтай кессе оңайға түседі негізі. Ыстықтай етіп кесіп алғаныңыз дұрыс. Енді кремін дайындаймыз. Креміне творожный сыр, қант, сливки қажет болады. Бірге араластырып, ол креміміз мүлдем сұйық болмау керек. Қою болғанша 5-10 минут араластырамыз. Төңкерген кезде де ағып кетпеуге қажет. Одноразовый пакетке құйып, ұшын дөңгелек етіп кесіп аламыз қайшының көмегімен. Мына видеода көрсеткендей етіп құйып шығамыз айландырып. Ортасына келгенде, ортасына қасықтың көмегімен, лопатканың көмегімен кремді толтырып шығуға болады. Міне осылай 4 қатар коржымды жинастырып шықтым. Ең бетіне келгенде өздеріңіздің қалауыңызша үйде бар заттармен де сәндеп шығуға болады. Міне бүгін менің жасап шыққан пайым осындай болып шықты. Коржы да өте жұмсақ, әрі биік, дәмі де керемет болып шықты. Жасап шығуға кеңес беремін сіздерге. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.